Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Көктөбе ауылы, Нұралы Нысанбайұлы атындағы жалпы білім беретін мектебінің 5-ші А сынып оқушысы Әмір және Қанатбек қызы. Мұқағали Мақатаев, Сәбияна. Айналғанда аядай қала шықты, алдымыздан кішкентай ана шықты. Қырда отырған ауылға апаратын жалғыз аяқ соқпақтан адасыпты. Бір қолында батпандай қуыршағы, бір қолында ойыншық құлыншағы. Екі жансыз мүсінді мәпелейді біресе ұрысады. Қарадық та селтетпей жанарымыз, алжығанға санадық ананы біз. Боран ұлып бетінен боздақ ұшқан, сұлап жатыр далада жаралы күз. Бәйек болмай отырған жан қалмады, сонда да ана назарын аудармады. Сәби дейін өзімен өзі болып қуыршақ пен құлыншақ алданғаны. Сөзге тартпақ болып естімеді. Адам қалай оп-оңай ескіреді, адамның ғұмырынан қысқа не бар, күнен кесе болғаны кешкіреді. Жастарай, жамандық жоқ өміріңізде. Мұны отырған ана кім, көрдіңіз бе? Бір күрсініп алдыда отырған қарт, ана өмірін баяндап берді бізге. Ана халін қарттан біз ұғындық кең, 23 жыл сарғайған құрыметпен, 23 жыл сарғайған құрыметпен. Сәби ана сапардан оң күткен. Сұрапылдан сәби оралмапты, қуыршақ пен құлыншақ содан қапты, қара жолды қаптай кеп тозаң жапты, қаралы күз қайтадан борандатты. Ымырт ауыр салмақпен далаға енді, қап-қара жамылғысын ала келді, ауылына жетті де сәби ана ойыншығын құшақтап қала берді.